негізі алаяқтар көбейіп кетті. Тіпті криптовалюта, бағалы қағаздар, инвестицияға да кіріп кеткен. Криптопирамида дегеніміз не? Сол туралы айтып кетсеңіз. Алаяқтар қолданатын психологиялық қысым көрсетудің белгілі қалай болып атап көрсетуге болады. Міне, мен ақыры барлығын түсіндім. Мен енді кез келген қаржылық қиындыққа дайынмын. Сондықтан менің ойымша, енді өзімді қаржылық сауатты адаммын деп айта аламын. Бірақ мен сақтануды жөн көрдім. Депозит ашуды шештім. Соңғысы, мен қаржылық бостандыққа жету жолында нені анықтаймын. Менің атым Бекзат. Бұл бағдарлама менің қаржылық сауаттылықты үйренуім туралы. Мен көптеген жаңа білім алғым келеді. Және менде бәрі ойдағыдай болатынына сенемін. Қазіргі кезде ақшаны жинау, ақшаны сақтау, оны еселендірудің жолдары өте көп. Оның енді бір жолы, жаңа өзіңіз айтып өткендей, қаржылық пирамида жолы. Әрине ол енді халықты тығырыққа тірейтін, ақшасынан айырылдыратын өте бір алаяқтық әдіс екені белгілі. Бірақ өкінішке қарай жұрттар, адамдар соған қарамастан табыстылығына сеніп ақшаларын беріп жатады. Бірақ айтатын болсақ, енді ақшаны көбейтудің, ақшаны сақтаудың, оны еселендірудің жолдары көп. Оның бір жолын айтатын болсақ, қазіргі заманда, нарық заманында ақшаны биржаға барып, акция және облигация сатып алуға жұмсауға болады. Әрине, бұның табыстылығы жоғары болуы мүмкін, бірақ есесіне бұдан келетін тәуекелділік, яғни қауіп-қатер де баршылық. Өйткені сіздің сатып алған құнды қағаздарыңыз құнсызданып кетсе, сіз ақшаңыздан айырыласыз. Сондықтан бұл үлкен қаржылық сауаттылық талап етеді. Бұл биржа арқылы, акция, облигациялар сатып алу арқылы ақшаны еселендіру бұл оңай шаруа емес. Сондықтан бұған үлкен біліктілік қажет. Енді әрине ақшаны валюта сатып алу арқылы да жинауға болады. Бірақ өзіңіз білесіз, қазір енді валюта бағамы біресе жоғары, біресе төмен болып тұрады. Егер де сіздің сатып алған валютаңыздың бағамы төмендеп кетсе, сіз әрине ұтыласыз. Өнекейін үйде де сақтауға болады ақшаңызды. Бұдан сіз өте бір қолжетімді дүние, бірақ бұдан сіз сөзсіз ұтыласыз. Өйткені үйіңізде жатқан ақша ол инфляцияның әсерінен құнсызданып кетеді. Қорыта келе айтатын болсам, қазіргі заманда қарапайым халық үшін ең қолжетімді, ең қарапайым әдіс ол әрине банк салымы, депозиттер. 1999 жылы құрылған елімізде Қазақстанның депозиттері кепілдік беру қоры. Елімізде жеке тұлғалардың, яғни жеке азаматтардың депозиттерін қабылдау, банк шотын ашу және оларды жүргізу лицензиясына ие болған банктердегі депозиттердің сақталуына кепілдік береді. Банк депозиттерінің ең басты артықшылықтарының бірі осы. Салымшы ақшалай салымды банкке жеке шарт негізінде белгіленген немесе белгіленбеген мерзімге орналастырады. Банк ақшаны сақтайды және бұрын келісілген график бойынша қалдық сомасын пайызбен салымшыға сыйақы төлейді. Депозит жинақты сақтауға ғана емес, сол сияқты алда тұрған міндеттерге байланысты меншікті қаржы стратегиясымен қалыптастыруға көмектеседі. Депозиттің қандай түрлері бар? Қандай түрлері депозиттік шарттың мерзімі ішінде ақшаға иелік етуге, депозиттен ақшаны ішінара немесе толық алуға мүмкіндік береді? Баяндау қажет пе? Қазіргі кезде біздің отандық банктерде ашылатын депозиттерді 3 топқа бөлуге болады. Олар 3 топқа жіктелген. Мерзімсіз депозиттер, яғни салымдар, мерзімді салымдар және жинақ салымдар деп 3 топқа бөлінген.
Енді олардың жаңағы ерекшеліктері, олардың пайыздары туралы сізге айтар болсам, бұл салымдардың ішінде ең қарапайымы, ең қолжетімдісі ол мерзімсіз салымдар. Мерзімсіз салымдар. Сонда ол қолжетімді дегеніміз, әр адам ол мерзімсіз депозитті өзінің атына аша алады, дұрыс па? Әрине. Дұрыс түсініп отырмын, Иә, әрине. Оны қандай ақшадан бастап салуға болады? Оны қазіргі кезде өте дұрыс сұрақ. Енді әр банкте әрқалай бұл мерзімсіз салымды ашудың жолдары өте оңай. Өте кейбір банктерде 1000 теңге 1000 теңгеден басталуы мүмкін кейбір банктерде. Иә. Азайтылмайтын қалдық болып саналады. Яғни кейін ақшаңызды алатын кезде 1000 теңгеден төмен ақша ала алмайсыз. Яғни азайтылмайтын қалдық сол күйі қалу керек. Енді бұл мерзімсіз салымды сіз қалаған уақытыңызда ашып, және ақша қажет болған жағдайда сол шоттан қалаған уақытыңызда ақша алуыңызға болады. Шот жабылмайды. Біздің Қазақстанда қазір депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесі жұмыс істейді. Осы жүйеге 23 екінші деңгейдегі біздің басынан бастап айтатын болсам, қазіргі кезде Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру жүйесіне 21 банк қатысады. Осы 21 банкте жаңағыдай айтып өткеніміздей мерзімсіз салымдар ашылады. Жалпы 23 банк бар Қазақстанда. Олардың ішінде 2 банк, Аль-Хилаль және Заман банк, Ислам банктері бұл жүйеге кірмейді. Қазақстанда банктік салымдардың 3 түрі бар. Бұл мерзімді, мерзімсіз және жинақ депозиттері. Мерзімді депозит дегеніміз 1 айдан 1 жылға дейін немесе бірнеше жылға арналған салым. Салымшы мерзім аяқталғаннан кейін депозитті ақшаны ала алады, немесе депозитті мерзімін келесі кезеңге ұзарта алады. Салымшының ағымдағы қаржылық қажеттілігіне қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін мерзімсіз депозит. Ақша салымшының бірінші талап етуі бойынша немесе ішінара қайтарылуға жатады. Салымшының кез келген уақытта өзіне тиесілі сыйақыны салым сомасынан бөлек алуға құқығы бар. Жинақ банктік салым 1 айдан 1 жылға дейін немесе бірнеше жылға арналған. Банктер ең жоғары сыйақыны осы жинақ салымдары бойынша ұсынады. Салымшылар теңгемен депозиттер бойынша 13,5% дейін ала алады. Ал депозиттердің ағымдағы және карточкалық шоттардың сақталуына кепілдік қандай болады? Мысалы, салықшы болып депозит ашып, мерзімсіз болсын, қандай болсын, банктың біреуіне барып ақшамды салатын болсам, енді неше түрлі жағдай болып қалуы мүмкін, сіз кепілдік бересіз, қандай жағдай болмаса да менің ақшам қайтарылып келеді өзіме. Дұрыс қой, Ал мен өз еркіммен барып Ислам банктен біреуіне салсам, онда ешкім маған кепілдік бермейді. Әрине, ол енді өзіңіздің жауапкершілігіңізде. Егер Ислам банкі қандай да бір қаржылық жағдайға байланысты төлемге қабілетсіз болып қалса, ақшаңызды қайтара алмайтын болса, әрине біз бұған жауап бере алмаймыз. Бұл енді өзіңіздің жауапкершілігіңізде. Екінші деңгейдегі банктерде депозиттер аша отырып, қазақстандықтар олардың сақталатынына сенімді болады. Елде кепілдік берудің мемлекеттік жүйесі жұмыс істейді. 1999 жылы құрылған уақытынан бастап жүйе өзінің сенімділігін дәлелдеді. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы. Қазақстан Республикасы заңы және тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің теңгемен, сондай-ақ шетел валютасымен ақшасының банк салымдарының ағымдағы банктік шоттардағы және банктік карталардағы қалдықтарының сақталуына кепілдік береді. Жеке тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің банктік салымдарының барлық түрі ағымдағы және карточкалық шоттары депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы заңмен қорғалған. Егер банк соттың шешімі бойынша жабылса, Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры банктің салымшыларына депозиттің сомасын өтейді. КДК кепілдігі банктік салымдармен қатар банктің шоттардағы және төлем карточкаларындағы қалдықтарға сол талаптармен және сол мөлшермен қолданылады. КДК депозиттік сертификаттардың құнын қайтаруға кепілдік бермейді.
депозиттер туралы нені ескеру маңызды? Мен банкке депозит салдым дерлік, ал енді ол депозит банк маған не үшін төлейді ол ақшаны? Мысалы мен оларға бердім, бір жылдан кейін мысалы ол белгілі бір пайыздарға қосылады. Не үшін мен оларға не істедім, қандай жақсылық жасадым маған осындай ақша қосып беретіндеріне? Өте дұрыс сұрақ, Бекзат. Сізге банк депозитіңіз бойынша жаңағы белгілі бір мерзімнен кейін сізге салымыңызбен бірге сізге сыйақы төлейді. Иә. Сыйақы төлейтін себебі банк сіздің ақшаңыздың есебінен табыс табады. Өйткені ол сіздің ақшаңызды басқа жеке тұлғаға несие ретінде береді. Иә, несие ретінде береді. Әрине, несие алған жеке тұлға оны тегін алмайды. Несие алғаны үшін банкке сол кредит бойынша белгілі бір көлемде пайыз төлейді, сыйақы төлейді банкке. Әрине, несиенің пайыздық мөлшерлемесі салымның пайыздық мөлшерлемесінен жоғары. Ал айырмашылығы банктың табысы болып есептелінеді. Мерзімді салым бұл жаңағы мерзімсіз салым менен жинақ салымның арасындағы салымшылар үшін бір өте бір ыңғайлы, бір икемді салым. Бұның пайыздық мөлшерлемесі, яғни сыйақысы, мерзімсіз салымға қарағанда едәуір жоғары. Яғни салымшылар үшін тиімді. Одан кейін бірақ негізі қарапайым халыққа ең жақын дұрысы мерзімсіз салым болып табылады. Әрине. Аса жоғары кірістілік жинақ салымы бойынша ал ақшаны неғұрлым еркін жұмсау мерзімсіз салым бойынша көзделген. Депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы заң жеке тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің банктік салымдарының барлық түрін, ағымдағы және карточкалық шоттарын, сондай-ақ шетел валютасындағы депозиттерді қорғайды. Банктік салым жинақ ақшаны сақтауға ғана емес, сонымен қатар меншікті қаржы базасын біртіндеп қалыптастыруға көмектеседі. Сонымен қатар түсінікті мерзімдерде тұрақты сыйақы есептеледі. Сіз бір банкте қарыз бен депозит ресімдеген және бұл банк банкрот деп жарияланатын жағдай орын алуы мүмкін. Бұл жағдайда өзара есептесу жүргізіледі және банк алдындағы борышты шегергенде депозит бойынша өтемақы төленеді. Есептелген, бірақ алынбаған салым бойынша сыйақы есептеу кезінде ескеріліп, банк алдындағы міндеттемелер сомасы азаяды. Қазіргі кезде біздің отандық банктерде, банк депозиттер деп айтып отырмыз. Депозиттер қазір 3 топқа бөлінген. Мерзімсіз салымдар, мерзімді салымдар және жинақ салымдар. Ол 3 топқа бөлінеді. Әрбір салымшылар өздерінің ақшасының көлеміне және қандай мақсатқа жинайтындығына байланысты әрбір салымды таңдауына болады. Мысалы, солардың ішінде мерзімсіз салымды айтып өтейін. Мерзімсіз салым жаңағы өзі аты айтып тұрғандай, бұл салым салымдардың ішінде ең қарапайым түрі. Бұл салымға ақшаны салуға болады, оны кез келген уақытта алуға болады және үстінен кез келген уақытта, қалаған уақытыңызда ақша салып тұруға болады. Өте ыңғайлы салым. Бұның пайыздық мөлшерлемесі, яғни сыйақысы, басқа салымдармен салыстырғанда төмен, бірақ инфляциядан жоғары. Қанша айтқанмен. Салымшылар үшін өте тиімді. Егерде ақша қажет болып жатса сізге, кез келген уақытта банкке хабарласып, өтініш беріп, тез арада ақшаңызға қол жеткізуге болады. Мерзімді деп аталатын салым түрі бар. Мерзімді салым аты айтып тұрғанда бұлар белгілі бір мерзімге ашылатын салымдар, яғни 3 ай, 6 ай, 12, 24 ай және одан да жоғары мерзімдерге ашылатын салым. Бұл жаңа мерзімсіз салым менен жаңа жинақ салымның арасындағы өте бір икемді салым. Бұл салымның пайызы, яғни сыйақысы мерзімсіз салыммен салыстырғанда жоғары, жинақ салыммен салыстырғанда төменірек. КДК-да мыналар қорғалады: мерзімді, шартты,
талап етілгенге дейінгі жинақ салымдары, ағымдық шоттағы ақша және төлем карточкасындағы ақша. КДК-ның кепілдігіне жеке тұлғалардың металл шоттары, банкілер шоттарына орналастырылған ақша және құндылықтар, депозиттік сертификаттар мен ислам банктеріне орналастырылған депозиттер жатпайды. Өзіңіздің жинақ қаражатыңызды сақтау үшін депозитті әртүрлі банктерде орналастыруды ұсынамыз. Қордың кепілдігі жинақталмайды. Әрбір банктегі депозиттер жеке кепілдік берілетін сома шегінде қорғалады. Мен өзімді қаржылық жағынан сауатты адамын деп айта аламын. Мен осы жолды жүріп өттім және көптеген көрермендер менің үлгім бойынша жүреді деп үміттенемін. Ал енді мен өз қаржымды тыныштықпен басқара аламын. Бұл көрермендерге де тілегім. Мені басқа адам етіп қалыптастырғаны үшін сіздердің бағдарламаларыңызға рахмет. Менің тәжірибем сіздерге үлгі болады деп сенемін. Сіздермен бірге болған Бекзат Елеусінов.